Şanışqılı bir Qazaqqın emes, Türkтердің ішіндегі ежелгі руларының бірі. Әділдікті, ақиқатты айта жаза білетін еліміздің және шетелдің көзі қарақты тарихшы ғалымдары Шанышқылы мен Қаңлының түбі бір, тегі бір туысқан екендігін, олардың 6000 жылдық тарихы барлығын, адамзат өркениетінің өркендеуіне үлес қосқандықтарын, тарихы мен тағдыры бір екендігін ерекше атап өтті. Шанышқылы тарихи ру, әрден келе жатқан көне тайпа, қазақтың белді руларының бірі болды. Шанышқылы тайпасы негізінен 4 ірі атадан құралған. Олар Балық, Күрпік, Саңырау және Дархан. Бұл 4 атадан 53 рулы ел тарап отыр. Шанышқылының астанасы Шаш қаласы болды. Ол қазіргі Ташкент қаласының аумағында шағын ауданды алып жататын. Шын мәнінде Ташкенттің бұрынғы атауы Шаш болған. Қытайлықтар Шанышқылы атауына тілі келмегендіктен жазбаларында қысқартып Шаш деп жазды. Жазба тарихта Шанышқылы елін Шаш деп атауы осылайша қалыптасты. Тарихи кітаптардағы мәліметте Шанышқылы халқының өзіндік мәдениеті бар. Тарихы бай, көшпелі де, отырықшы да халық болғанын көрсетеді. Ежелгі ұрандары айырылмас, бақтияр, бәйтерек болып, қаңлылармен ұрандас болып бірге келеді. Біздің қазіргі қолданыстағы жыл санауымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта өздерінің төл жазуы, жоғары мәдениеті, сәулет өнері, металл қорыту, қару-жарақ жасау, кәсіпорындар мен қалалары болған. Шанышқылы тайпасы әлем ғалымдары мойындаған қазақ ұлтын құрған тайпалардың бел ортасында екендігін мақтаныш етеміз. Бүгінде Шанышқылы қазақ руларының ішінде өскен, өнген рулардың бірі. Шанышқылы дегенде аузымызға жоңғар соғысының қаһарманы 10.000 сарбазды басқарған түмен басы Бердіқожа батырдың есімі оралады. Қолдағы бар деректерге сүйенсек, Абылай хан Бердіқожасыз әскери кеңес өткізбеген, соғысты бастамаған. Абылай хан жау қолына түскенде қазақ ханын құтқарған батырдың бірі Бердіқожа. Бұл жөнінде Бұқар жырау жырласа, ұлт мақтанышы Шоқан Уәлиханов, заңғар жазушы Мұхтар Мағауин жазды. Шанышқылардан шыққан Молдақожық датқаны атақты Бауыржан Момышұлының өзі құрмет тұтқан Қараманда есілерді бүкіл қазақ біледі. Бердіқожа батырдың серігі мыңбасы болған Қараменде Баһадүрдің ардақты есімі де ел жадында. Олардың ішінен шыққан көрнекті мемлекет, қоғам, ғылым, әдебиет және өнер қайраткерлері, ел таныған абзал азаматтар көптеп саналады. Бұл жөнінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Қаратай Тұрысып, қазақтың көрнекті жазушылары Немат Келімбетов, Тұтқабай Иманбеков. Ұлы Отан соғысында неміс, фашист басқыншылармен шайқаста жан қиярлық ерліктерімен көзге түскен Қошқаров Сыдықбай, Алқар Оңғаров, Тайыр Тастандиев, Тұрдымұрат Әзімбаев, Нұрлыбай Қасымбеков мемлекеттік наградаларға ие болды. Бүгінде бұл батыр ағаларымыздың есімдері Ұлы Отан соғысының тарихына алтын әріптермен жазылған. Кеңестік дәуірде адал еңбек маңдай терінің арқасында омырауына социалистік еңбек ерінің алтын жұлдызын қадаған 11 Шанышқылы бар. Шанышқылыдан шыққан ғылым докторлары 20-дан асады. Қаншама ғылым кандидаттары бар. Жамал Омаров апамыз болса, Қазақстанның халық әртісі. 30-дан астам ақын, жазушылар, 20-дан астам өнер қайраткерлері бар. Бұлар да ел мақтанышы. 1999 жылы 29 мамырда Сарыағаш ауданы Дархан елді мекенінде Шанышқылы ұрпақтары тұңғыш рет бас қосып, жиын өткізіп, баба әруағына арнап ас берді. Осы мезгілден бастап күні бүгінге дейін бабалар рухын ардақтау, ел болып ұйысу жолында көптеген игілікті істер атқарылып келеді. Атап өту керек, алғашқы жиын мемлекет және қоғам қайраткері Қаратай Тұрысыптың бастамасымен атқарылып, өзі қатысып, ағайындарға арнап сөз сөйлегені жадымызда. Қазақтың бір керемет мақалдарының бірі, мәтелдерінің бірі, өлі риза болмай, тірі байымайды деген. Бұл мақалдың терең ой, қазақтың мұрасы
ruhta, tuğuskanlıkta, birlikte, birlikte жақсы көріп, өсіп сыйлап, бабаларымызды сыйлап, аталарымызды сыйлап, аруақ сыйлап өссек. Шанышқылы руының 2 томдық шежіресін шығарды. Осы тайпаның Сарыағаш өңірінде бабалар рухына арнап монумент салынып, саябақ ашылды. Мекен Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан жеті атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Мырзахан Ахметтің Шанышқылы белгі тастан бүгінгі дейін кітабы жарық көрді. Әр жылы Шанышқылы тайпасынан шыққан рулар ата-бабалар әруағына арнап ас беруді дәстүрге ендірді. Айырылмас атты қоғамдық бірлестік құрылып, барлық игі істердің ұйытқысы болуда. Ағайындар арасында бауырлық, туыстық қатынастар кең етек алуда. Ру мен жүзді білу қазақтың ең бір ізгі қасиеті деп білеміз. Шанышқылы ағайындар қазақ халқының ынтымағы мен бірлігін нығайтуға, татулығы мен тұрақтылығын сақтауға атсалысып келеді. Жасыл жайлау, тұтты кілем, көк кілемде көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен, күннің